Мысық немесе үй мысығы мысық тәрізділердің биологиялық түрі, типпен бірдей кең таралған үй жануары. Асыранды мысықтардың арғы тегі ливиялық мысық болып саналады. Оны Африка тұрғындары бұдан 5000 жыл бұрын қолға үйреткен деген деректер бар. Қолға үйретілген үй мысықтардың қазіргі таңда көптеген ерекше тұқымдары бар. Сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін біз әлемдегі ең алып мысықтар жайлы білетін боламыз. Егер сіздің үйіңізде мысық болса, онда видеоға лайк басыңыз. Курильдік бобтейл. Бұл қысқа құйрықты мысықтың отаны Итуруп және Кунашир Курильдік аралдары. Үлкен жерге өткен ғасырдың 80-ші жылдары әкелінген. Курильдік бобтейлдің ерекшелігі ол судан қорықпайды, бірақ соған қарамастан суға шомылуды құптамайды. Ол суық ауа райына жақсы төтеп береді. Бұл ірі тұқымды мысық болашақ иесі үшін жақсы таңдау болады. Себебі бобтейл адамға өте жақсы дос. Ол мейірімді, белсенді, кейбір жерлері итке ұқсайды. Мысалы, ойыншықтарды алып келеді. Еркегінің салмағы 6,5-7 килограмм болса, ал ұрғашы мысығының салмағы 3-5 килограммды құрайды. Шартрез. Бұл мысықтың тұқымын Ұлыбритания елінен басқа барлық елдер мойындайды. Себебі ағылшындар шартрезді британдық мысықтың қысқа жүнді түрі деп есептейді. Үй жануары алғаш рет Францияның Шартр қаласында көптеп үйде ұстала бастаған. Атауы да сол жерден шыққан сияқты. Бұл мысық та итке ұқсас келеді. Күшті, ірі денелі, атауына жауап береді. Әрі заттарды алып келуді үйрене алады. Біздің топтағы 9-шы орынды иеленіп отырған шартрез мысығының еркегінің салмағы 6-7 килограмм болса, ұрғашы мысығының салмағы 4-6 килограмм болады екен. Пикси боб. Жасанды түрде шығарылған мысықтардың тұқымы деседі. Селекционерлердің мақсаты барынша сілеусінге ұқсас мысық түрін шығару болатын. Ұзақ уақыттың ішінде олардың қолынан келіп, өмірге мысықтың жаңа түрі келеді. Пикси боб 1995 жылы ең алып мысықтардың қатарына қосылады. Көпшілік адамдар мысықты адамдардың қолынан емес, табиғатынан пайда болған деседі. Ол да рас, себебі барша жаратылысты Аллах тағала жаратады. Пикси бобтың салмағы 5,5-7,7 килограммды құрайды. Рэгдолл. Тұқымның атауы қуыршақ деген мағынаны береді. Себебі мысықты сипаса, ары-бері қозғаса, құшақтаса, мүлде қарсы болмайды. Мысық өткен ғасырдың 60-шы жылдары Калифорнияда қолға үйретілген. Бұл алып тұқымды мысық өзінің қожайынына қатты байланады. Ұзақ уақыт жалғыз қалғанды ұнатпайды және адамның сөзін түсінеді. Салмағы 6-9 килограмм. Норвегиялық орман мысығы. Мысық Скандинавия елінде кең таралған. Оның шығу тегі туралы әртүрлі пікірлер бар. Бірақ көпшілігі 16 ғасырда ангоралық мысықты Европаға әкеліп, кейіннен ол жабайы табиғатқа бейімделіп кетті деген пікірлер айтады. Олар ағаштарға өрмелей алады, балық аулай алады және әлемдегі ең ірі тұқымдардың бірі болып саналады. Норвегиялық орман мысықтары достық сипатқа ие, қызығушыл, еркіндікті жақсы көреді. Оның салмағы 5-9,5 килограммды құрайды. Туркиялық ван. Бұл жартылай ұзын жүнді мысық Түркиядағы Ван өзенінің бойында қолға үйретілген. Ван ең ежелгі үй мысығы болып саналады. Үлкен тұқымды Ван мысығы ерекше қуатты әрі қарым-қатынасы жақсы. Ол секіруді, жүгіруді ұнатады, судан қорықпайды және жүзгенді жақсы көреді. Ван тек бір қожайынға үйренеді, басқа адамға байланбайды. Салмағы 6-9 килограмм.
Сібір мысығы. Алғаш рет ең ірі үй тұқымдарының бірі Сібір мысықтары туралы 16 ғасырдың жазбаларында айтылған. Содан кейін олар бұхаралық мысық деп аталып кеткен. Бұхара мысықтарын Сібірге кім және қашан әкелгені белгісіз. Кейбір деректер бойынша ресейлік саудагерлер белсенді сауда жүргізілген Азия өңірлерінен мысықтарды суық аймаққа әкелді деп болжануда. Сібір мысықтары бұлшық етті, орта бойлы, көлемді және кең құйрықты. Мысықтың ұзын және қалың жүні оны суық, қар және ауа райының қолайсыздығынан қорғайды. Олардың салмағы 6 килограммнан 9 килограммға дейін жетуі мүмкін. Британдық мысық. Бұл ірі тұқымды мысық тәуелсіздігімен ерекшеленеді. Олар сондай-ақ кәсіпкерге арналған мысық деп аталады. Ұзақ уақыт бойы жалғыздықты көтереді және сіздің қасыңызға келіп еркелеп көтеруін сұрамайды. Бейтаныс адамдарға сақтықпен қарайды, әдетте 1-2 метр қауіпсіз қашықтықты сақтайды. Үлкен өлшеміне қарамастан, олар өте икемді. Британ мысығы күніне 150-200 грамм ет және таза сумен қоректенеді. Салмағы 6-10 килограмм. Мейн-кун. Мейн-кун ақштың солтүстік штатындағы Мэн фермаларынан шыққан. Сырттай жанатқа ұқсас, сондықтан атының екінші бөлігі жанат деп аударылады. Ең ірі тұқымдарының тізіміне кіретін бұл мысықтар достық және бейбітшілікке толы мінезге ие. Дәлдігін айтқанда ол өте ақылды. Оларды үйрету және жаттықтыру өте оңай. Бұл мысықтың салмағы 6-15 килограммға дейін жетеді. Саванна. Бұл әлемдегі ең ірі, ең алып және ең қымбат мысық. Бұл тұқым алғаш рет өткен ғасырдың 80 жылдардың басында шығарылған. Саваннаның алғашқы ұрпақтары 1986 жылы пайда болды. Бұл тұқымның мысықтары ұзын аяқты және денелі, түсі ерекше және өте ақылды. Басқа үй жануарларымен тіл табысады. Саваннаның салмағы 20 килограммға дейін жетеді. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Біздің еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және мына жердегі қоңыраушаны бассаңыздар, видеоларымызды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған QLife арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.